Ермек Меденовулдарыңызға құрмет қошеметтеріңіз ағайын. Алтын асықтай ұл тәрбиелеген, күміс қасықтай қыз тәрбиелеген, ерлері аттан түспеген, қазаны оттан түспеген, алысқа хат жіберіп, жақынға ат жіберіп, ағам бастап, тәдем қоштап, дүбірлетіп той жасап жатқан алталашым армысыздар, барлығыңыз есен сау бармысыздар. Бүгінде бір балаңыз екеу болды, үзілмеген өмірдің жалғасы бар. Зейін салып естісеңіз жас баланы, даналық балалықтан басталады. Арнасын ауыстырып су кеткенмен, табанымда тапжылмай тас қалады. Кісілігі биліктен биік тұрған, аманбысың адал жұрты масқаралы. Бүгінде бір басы екеу болған екі жастың үлкен жақсылығы басталады. Алағайын қаттырақ қол соғайық, бүгінгі қуанышта жанардан жастамады демекпіз. Ой, бірма. Дүбірлі тойымыздың алғашқы ақ тілегін осындағы көненің көзі асылдың сынығы десек артық айтқандық емес. Керуен басы болып жүрген, самайларын аққырау басқан алтын құрсақты әжелерімізбенен сақалдарына перселер байланған ақсақалдар бастамақ. Олай болса, дүбірлі тойдың алғашқы ақ тілегін осындағы генерал құдаларымыз ұқсайтын асыл арманға, шымылдық шашқан барманға, сарғайтып ұзақ күттірген, шынымен сол бір жан бар ма? Аңсаумен ғұмыр өткендей, келсеңші күткен көктемдей, құстардың салған әнімен сағыныш сазы жеткендей, таулардан талай асып мың көруге сенің асықтым, жайнаған жаздай жайдарлы